Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін тағы да кешкі уақыт қорадамыз. Енді біздерде қазір австралоп және де брама мен домашний тауықтар, үй тауықтары және де адлер тауықтары бар. Мен енді көпшіліктің сұрағына жауап бергім келіп отыр. Көбі менен сұрайды: Райымбек, сен қанша табасың, тауықтарын ақша табуға бола ма, жалпы не мақсатта асырап жатсың деген сияқты. Мен енді басында өздеріңіз білесіздер, осындай брама, домашний тауықтардан бастаған болатын. Өзім осылай осындайларды алдым, оларды саттым. Содан кейін мынандай адлер тауықтарын алдым. Адлер тауықтар жұмыртқаларын сатып австралоп алдым. Олардың да тоже жұмыртқаларын сатып, ақшаларын қайтарып, тауықтардың барлығын сатып, жаңадан атештер алдым, жаңадан тауықтар алып келдім. Және де жаңадан адлердің тауықтарын, атештерін алып келдім. Өздеріңіз білесіздер, жаймен осындай қарапайым үй тауықтарынан бастап осындай нәтижеге жетіп отырмын қазір. Жалпы енді мен өзім тауықты бағатын себебім хобби ретінде бағам. Тауыққа қызығушылығым бар. Жалпы енді менің ең өзімнің қызығатын тауықтардың бірі осындай брамалар. Мен енді мынандай пальви, анандай просто черный брамаларға қызықпаймын көп. Мен чисто светлый брамаға қызығам. Енді алдағы уақытта ондай браманы да ұстайтын боламыз. Алла бұйыртса. Және де дакан бар, бойцовский дакандар. Алла бұйыртса, оны да асырайтын боламыз. Мен де өзім даканға и светлый брамаға қызығам. Алла бұйыртса, соларды ұстайтын боламыз алдағы уақытта. Біздерден қазір сұрайды, енді біздер қазір адлер породысын чисто жұмыртқасын сатып, және де инкубатордан балапанын шығарып, балапанын сатып ақша тауып отырмыз қазір бұлардан. Адлерді мен сол мақсатта ұстап отырмын қазір, чисто ақша табу мақсатында. Потому что бұлардың міндетін алдағы уақытта адлер тауықтардың басын көбейтуде менің жоспарымда бар. Сол үшін мен қазір өзім инкубатор сатып алдым алдында. И содан уже балапан шығарып өзіме қалдырам. Алдағы уақытта уже қазіргі уақытта балапандан шығардым. Менде балапандар бар. Майдан бастап или апрельден бастап балапандарын шығарып, бұларын сататын боламыз. Сатылымға уже күндік кезіне сатылымға шығатын болады. Потому что адамдарға уже май айында балапандарды асырау далаға ұстауға ыңғайлы болады да. Енді қыс уақытында өзімізде қора жылы болғандықтан өзіміз осылай үйдің ішінде ұстап отқаннан кейін сарайдың бізге выгодно да қыста шығарып алып, және де оны асырау. Австралоптар да тоже солай. Бұлардың да басын көбейту ойымызда бар. Енді 20 австралоп ұстасақ бізге жеткілікті. 20 австралоп, 50 осындай 20 австралоп, 50 адлер ұстасақ бізге осы тиімді болады. Домашний тауықтарында басын көбейту ойда бар. Бірақ енді бұларда ондай қатты керім көп қылмаймыз. Осында өзі шүкір жайлап жүріп жатыр осылайда. Енді бұлардың да жұмыртқасы алла бұйыртса сатылымға шығады март айында. Қазіргі уақытта өзіміз жұмыртқаларын жинап, енді балапан шығарып жатырмыз. Бұлардың бастарын көбейту үшін ертең бұларды сатам. Ордына мана инкубатордан шыққан балапандар қалатын болады. Енді тауықтан алып қалам да, атештерін сатам. И сосын басқа линиядан алып келетін болам. Алматыдан, Атырау, Қазалы, Қырғызстан ба, Россия ма, қалай жақсы линия келеді, соны алатын боламыз алдағы уақытта алла бұйыртса. Қазір енді осылай тауып отырмын. Енді мен қазіргі таңда адлерден тауып отырмын ақшаны. Жаз айында австралоптардан таптым ақшаны. Осылардың ақшасын инкубатор сатып алдық. Адлер мен австралоптың жаз айында сатып. Қазір енді басқа тауықтар, жаңа тауықтар келді. Адлерден қазір енді жоқ дегенде айына 50-60 мың ақша жасап отырмыз. Оның енді светі бар, кетіп атқан жемі бар. Сол расходтарды өздері жауып отыр адлер қазір. Австралоптар қазір неде емес, олардың жұмыртқа сатылымда емес, алдағы уақытта сатылымға шығатын болады. Домашний тауықтар жаңадан келді. Бұлардан ақша тауып отқан жоқпыз. Бұлардың жұмыртқасын өзіміз чисто жеуге пайдаланып отырмыз. Жалпы енді ақшаны табуға болады тауықтан.
И қалай табамыз дейді ғой. Біреулер айтады 10-15 тауықпен қалай ақша табасыз деген сияқты ғой. Жалпы енді ақша табатын адамға мен енді 8 тауық бір атешпен 6 тауық 7 тауық бір атешпен австралоптарын тапқан болатын жаз айында. Енді айына жоқ дегенде 80 мың 90 мың тажы 60 мыңға дейін түсіп кеткен күндер ол 60 мыңнан енді 90 мыңға дейін таптым. Оның сөзінің шыны керек. Менде жұмыртқалар сатылымдағы сатылған жұмыртқалардың қағазда дәптерінде барлығы бар. Адлерінде тоже соның қазіргі 2025-те науидан блокнот ашып жұмыртқалар сатылымдағы жұмыртқалардың барлығын есептеп отырмыз. Енді біз сияқты осылай инкубационный жұмыртқаны сатып және де балапан сатып ақша табуға болады. Енді ал оны жасамаймын, инкубационныйға жине алмаймын дейтін болсаңыздар, қарапайым лигорн, доминант, ламан браун деген сияқты тауықтарды алып жұмыртқасын жеуге сатсаңыздар болады. Енді оны мен сіздерге айтайын, бір 50 шақтысын ұстаңыздар, ондай жұмыртқа бағытында ұстағаннан кейін 50 шақтын ұстаған жөн. Потому что ол сізге күніне жоқ дегенде 20-30 жұмыртқа туып тұру керек. 20-30 жұмыртқа туғаннан кейін сіз оны 80 теңгеден 70 теңгеден ауылыңыздағы магазиндерге сата аласыз. Және де қазіргі WhatsApp группа бар, OLX бар деген сияқты. Сол арқылы өзіңіз жұмыртқаны, күнделікті жұмыртқаны күнде сатып отырсаңыз сізге біршама ақша ақ келеді. Енді ол тиын ғой дейтін шығар, енді 800 теңге 10 жұмыртқада не болады деп. Жалпы тиын ақшадан құралады, біле білген адамға. Енді ол дейтін мектеп жасындағы адамдарға өте ыңғайлы деп ойлаймын, оқушыларға әсіресе. Енді өзім мектеп оқып жүргеннен бастап ұстаймын құсты. Ол кезде менде чисто осындай домашний тауықтар болатын. Солардың өзінде жұмыртқасын сатып, тауықтарын сатып, сөйтіп ақша тапқанмын. Қазіргі уақытта енді шүкір мынандай австралоп, адлер породаларын ұстап жатырмық. Алдағы уақытта айтқандай дакан ұстаймыз, светлый брам ұстаймыз әдемілікке. Дакан мен енді светлый брам әдемілікке ұстаймыз. Алдағы уақытта қорада өзгереді. Бұйыртса қоранда үлкейтеміз. Бөліп қайтып. Сол үшін барлықтарыңыз каналға жазылыңыздар. Сіздер каналға жазып қолдаған сайын бізде видеоға түсіруге шабыт ашылады. Сіздерге қайта-қайта видео сала бергіміз келеді. Ал ешкім қолдамағаннан кейін, ешкім арнаға тіркеліп комментарий жазбағаннан кейін уже видеоға түсіруге де желание қашып кетеді, сөздің шыны керек. Сіздер сұрақтарыңызды қойыңыздар, мен сіздерге жауап беретін боламын. Видео ретінде видео, комментарий жазса комментарий жауап беремін. Кім сұрақты қалай қояды, енді солай шамалы жауап беремін болады. Видеоға түсір десеңіздер, видеоға түсіріп толық жауап беретін боламын. Все, әзірге кездеспейміз. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.